Мектеп деген білім кені, жыр кені. Мектеп деген ғылымның ең үлкені. Мектеп деген тәрбиеші адамға. Мектеп деген даналардың мекені. Жарқын болашақтың іргетасы мектепте қаланады. Мектеп балаларды тәрбиелеп, білім нәрімен сусындататын білім ордасы. Біз жаңаша ойлап, өзгерістерге жаңаша қарауды қажет ететін жаһандану, жаңа технологиялар және инновациялар заманында өмір сүріп отырмыз. Бүгінгі бала, ертеңгі ел тірегі болар азамат, өзгермелі заман талаптарына ілесе алатын, жетістікке жету үшін өмір бойы білім алуға бейім. Кәсіби бағыты мен қарым-қабілетін қолдану саласына қарай жылдам өзгертуге дайын, сыни тұрғыдан ойлана алатын және функционалды сауатты тұлға болуы тиіс. Ал бұл талаптар мектепте білім беруді ұйымдастыру тәсілдеріне әрдайым өзгеріс енгізіп отыруды талап етеді. Қазақ мектебінің болашағы туралы Мағжан Жұмабаев айтқан: әрбір елдің келешегі мектебіне байланысты деген өміршең идеяны басшылыққа алған мектеп бәсекеге қабілетті, рухы биік ұрпақ тәрбиелеуде мұғалімдерге бағыт-бағдар көрсетіп, келешекке нық сеніммен бастауға ұмтылған ұжымға айналады. Еліміздің ертеңі болар азаматын тәрбиелеу, олардың қоғамдағы орнын қалыптастыру әрбір мұғалімнің еңбек жолындағы басты мүддесі деген ұранмен еңбек еткен және білім алушыларды саналы, өнегелі тәрбие мен сапалы білім беруде Алматы қаласы Жетісу ауданы қарасты Көкжиек ықшам ауданында орналасқан нөмірі 177 жалпы білім беретін мектептің білім шаңырағындағы педагогикалық ұжымның еңбегі зор екені айтуға болады. 2012 жылы ашылған мектеп білім берудің қара шаңырағына айналып, бүгінде білім ордасы аудан, қала, республика көлеміндегі ірі жетістіктерге ие болуда. Мектеп ғимараты 2012 жылы 2 сәуір күні пайдалануға берілді. 1200 оқушыға арналып салынған мектепті Алматы қаласының әкімі Ахметжан Смағұлұлы Есімовтің қатысуымен ашылды. Қазіргі таңда 2591 оқушы оқиды. 2022 жылдың қаңтар айында мектеп ғимаратының жанынан заманауи мектеп үлгісіндегі 575 оқушыға арналған қосымша ғимарат салынған. Жаңа ғимараттағы оқу бөлмелері компьютермен, интернет желісімен қамтамасыз етілген және талапқа сай жабдықталған. Оқу тәрбие процесін ұйымдастыруға қажетті керек-жарақтарының барлығы жеткілікті. 86 оқу кабинеті талапқа сай жабдықталған, әрі уақыт талабына сай жаңартылып отырады. Бүгінгі таңда 598 ноутбук, 244 планшет, 144 компьютер, 38 интерактивті тақта, 27 белсенді панельдермен мектебіміз 100% қамтамасыз етілген. Мұғалімдер күнделікті заманауи сабақтарды ұйымдастырумен шектелмей, қажеттілігіне қарай қашықтықтан білім беруге де мүмкіндігі мол. Мектептегі оқу кабинеттері, компьютер кабинеттері, арнайы жабдықталған 2 биология, 2 химия, 2 физика, 8 информатика, робототехника кабинеттері мен қыздар шеберханасы, ұлдар шеберханасы, 2 спортзал, 3 стадион, мәжіліс залы, 150 орынға арналған асхана жаңа үлгіде жабдықталған. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектепте сондай болмақ деп ағартушы Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заманның ұстазға қояр басты талабы ақпараттандырылған, жан-жақты, дүние танымы кең, саналы шәкірт тәрбиелеу. Сапалы білімге жету жолында ұстаздың аянбай еңбек етуі керек. Оқытудың тиімді әдіс тәсілдерін, қазіргі заманауи инновациялық технологияларды меңгеруі шарт. Мектеп ұжымы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мектептің инновациялық қызметін жетілдіруде. Мектепті инновациялық басқаруда озық педагогикалық идеялар мен Назарбаев зияткерлік мектебінің тәжірибелерін енгізу. Бір тұтас тәрбие, жалпыұлттық бағдарлама құндылықтарын тәрбие үрдісінде жүзеге асыру сияқты нақты мақсат міндеттер қойылып, болашақта мектепті дамытудың басты қадамдары айқындап, нәтижелі жұмыс жасалуда. Бүгінгі таңда мектеп мұғалімдерінің жалпы саны 139. Оның ішінде жоғары кәсіптік білімі бар педагогтар үлесі 98,9% болса, ғылыми дәрежесі бар педагогтар үлесі 15,5%. Ал педагог шебер, педагог зерттеуші, педагог сарапшы мұғалімдер үлесі 65%-ды құрап отыр. Алғашқы ұстаздық еңбегін осы мектептен бастаған жас мамандар саны 25-ге жуық. Біздің мақтанышымыз 2018-2019 оқу жылында мектеп ұжымы Алматы қаласының білім беру ұйымдарының үздік педагогикалық ұжымы 2019 байқауының 2-ші орын иегері болса, 2020 жылы Алматы қаласының орта білім беретін үздік ұйым конкурсының лауреаты атанды. Жетістік үнемі ізденіс пен шығармашылық белестердің нәтижесі. Мерейлі белестеріміз ол Қазақстан Республикасы
білім және ғылым министрінің Ыбырай Алтынсарин төс белгісімен, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің құрмет грамотасы сияқты мемлекеттік марапаттаулардың және Алматы қаласы білім басқармасының құрмет грамотасының иегерлері. Сондай-ақ жыл мұғалімі және үздік педагог, 21 ғасырдағы ұлттық сана және білім беру заманауи педагогтың көзқарасы тақырыбындағы қалалық педагогикалық оқуларда кәсіби шеберліктерін көрсетіп, жүлделі орындарға ие болды. Атап айтқанда, дарынды балаларға талантты ұстаз республикалық педагогикалық олимпиадасының жеңімпазы Өмірбеков Келтай Серікұлы, абыройлы ұстаз қалалық педагогикалық байқауының жеңімпазы Аджибекова Лаура Андасовна, үздік авторлық бағдарлама байқауының қалалық кезеңіне қатысып тарих пәнінің мұғалімі Танакөзова Үміт Әуджанқызы. Жас келсе іске дегендей, мектепте жас мамандармен жұмыс жасау жүйелі жүргізіледі. Тәлімгер мен жас маманның үйлесімді шығармашылықпен нәтижелі жұмыс ұйымдастырғаны үшін қалалық педагогикалық тандем әдістемелік жәрмеңкесі жеңімпазы тәлімгер Сакеева Гүлхан Жаманбайқызы мен жас маман Беріков Дәурен Берікұлы. Қалалық білім беру жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен оқу пәндерінің құралдарымен бала тұлғасының бәсекеге қабілеттілігін қалыптастырудың барлық қырлары атты өткізілген педагогикалық идеялар калейдоскоп байқауынан биология пәнінің мұғалімі Нартбаева Айгүл Байғабылғызы, қалалық білім беру жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен The Best Lesson Plan үздік сабақ жоспары байқауы ағылшын тілі пәні мұғалімі Сахитова Кенжегүл Исламжановналар жүлделі орындарды иеленді. Қалалық ақылды сабақ білім сапасын көтеру жобасында Тлепина Луиза мен Смайлова Сабираның сабақтары үздік деп танылып, республика бойынша қаралымға ұсынылды. Бүгінгі күн ертеңгі тарих демекші, 2023-2024 оқу жылының өзінде мектебіміздің жетістіктері телегей теңіз. Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған Алтын тұғыр республикалық математикалық олимпиадасының жүлдегерлері Жұмаева Нұргүл, Кармысова Динара. Республикалық педагогикалық идеялар фестивалінің қалалық кезеңінде Әбдірәсіл Саяны Жақыбұлы шеберлік палитрасы физика-математика бағыты бойынша 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Қалалық CLIL кіріктірілген сабақтар фестиваліне жаратылыстану математика пәндерінің мұғалімдері Жаңабаева Мадина Асқарбекқызы, Нығызбаева Раушан Жақсылыққызы, Қалсиитова Гүлбақыт Ақанқызы, Әбдірәсіл Саяны Жақыбұлы, Бейсенбекова Шынар Нұралиевна, Нұрғожаева Ардақ Батырхановна, Нартбаева Айгүл Байгабыловна, Шабенова Айдана Нұрғалиқызы қатысып, 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Алматы қаласы педагогтер арасында өткен үздік сабақтар қоры қалалық байқауына Ықыласова Айжан Жеңісқызы қатысып, 2-ші дәрежелі диплом иеленді. Қалалық технологиялар панорамасы байқауында 3-ші орын иегері атанған Ахметханова Индира Бибітқызы, қалалық үздік кабинет конкурсының 2-ші орын жеңімпазы биология кабинетінің меңгерушісі Нығызбаева Раушан Жақсылыққызы. Қалалық педагог шебері озат тәжірибе бағдарламасы аясында ақылды сабақ білім сапасын көтеру жобасының 3-ші орын иегері қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Абдриш Аяулым Бекболатқызы. Менің отаныма, менің бастамам атты қалалық шығармашылық жобалар байқауында және біздің дастархан атты республикалық сурет байқауында оқушылары үздік қатарында танылған көркем еңбек пәнінің мұғалімі Ақылбекова Шолпан Дүйсенбайқызы, тарих пәнінің мұғалімі Танакөзова Үміт Әуджанқызы құрмет грамотасы берілді. Күзгі симфония пленер шеберлік сағатында шеберлігімен танылған көркем еңбек пәнінің мұғалімдері Абдыраманов Нұрқұлан Асанұлы, Мейірбек Жазира Әділханқызы қалалық білім берудегі технологиялар мен ғылыми әдістемелік орталығының сертификатымен марапатталды. Зерде және дарын ғылыми жобасының қалалық республикалық кезеңінің жеңімпаздарының жетекшілері қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері Катифова Жанат Қанатқызы, Нарыбекова Фариза Абибиллақызы, физика пәнінің мұғалімі Әбдірәсіл Саян Жақыбұлы. Қалалық білім беру жүйесіне қосқан үлесі мен шығармашылық жұмыстары үшін білім басқармасының құрмет грамотасымен марапатталған ұстаздар Танатов Тұрсын Таңатұлы, Тайгелтирова Гүлмира Әлбекқызы, Смайлова Сабира Әбдімүтәліққызы, Шаздан Орынбасар Бақытжанұлы, Шелмек Асылбек Асқарұлы. Мектебімізде шығармашылық жұмыс
жұмыспен айналысып, заман талабына сай білім мен тәрбиені ұштастырып келе жатқан ұстаздар саны жылдан жылға көбейіп келеді. Жас ұрпақты қоғамымыздың жан-жақты жетілген, жарасымды азаматы етіп қалыптастыруға бар күшін салып еңбек етіп жатқан ұжымның қол жеткізген жетістіктері көп. Педагогтар үнемі кәсіби біліктіліктерін арттырып отырады. 26 мұғалім жалпы білім беретін мектептердегі 1-7 сыныптар үшін вариативті және 8-11 сыныптар үшін бейінді және бейіналды курстардың бағдарламаларының авторлары мен оқу әдістемелік құралдардың авторлары. 7 мұғалім республикалық оқулық ғылыми практикалық орталығының оқулықтарды сараптамадан өткізу комиссиясының мүшелері. 2 мұғалім Алматы қаласының білім басқармасы және Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің бұйрықтары негізінде ОЖСБ және ОБТ өткізу бойынша республикалық комиссия мүшелері. Өзін өзі қолдап, тәжірибе алмасып, кәсіби даму мақсатында үздіксіз ізденіс пен шығармашылық жолында мектебіміздің мұғалімдері күнделікті сабақ сапасын арттыру бағытында шыңдалып келеді. Нәтижесінде соңғы 3 жыл ішінде мектепішілік кіріктірілген және ықшам сабақтары мен action research саны 300-ден асады. Ал 37 мұғалім қалалық және республикалық семинарларда ашық сабақтар мен коучингтер, тренингтер мен шеберлік сабақтар өткізді. 55 мұғалім республикалық және халықаралық ғылыми практикалық конференцияларда баяндама жасады. 200-ден аса мақала республикалық ғылыми әдістемелік журналдар мен газеттерде жарияланды. Ағымдағы жылдан бастап жол картасы жоба аясында құзыреттілік орталығының педагогикалық шеберлік бағыты бойынша ауданымыздың шебер, креативті педагогтарының озық тәжірибелерін тарату мен қолдау және қарым-қатынас аясын кеңейтуге бағытталған жұмыстарға жетекшілік етіп отыр. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы және Алматы қаласы бойынша педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институтының ұйымдастыруымен өткен республикалық педагогикалық идеялар панорамасы бейне сабақтар байқауына қатысып, 3 мұғалім жүлделі орынды иеленді. Мұғалімдеріміздің ұбыты бойынша жұмыстары да өз жемісін беріп, мектеп бітіруші түлектеріміздің 85%-ы жоғары оқу орындарының мемлекеттік гранттарын иеленуде. Әр жыл сайын алтын белгі иегерлерінің саны артуда. 45 оқушы алтын белгі, 26 оқушы үздік аттестат, 9 сыныптар бойынша 166 оқушы үздік куәлік алды. Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, ұлттық сана сезімді сіңіруші адам мұғалім. Ендеше өз ісіне берілген жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкірттің жанына нұр құйып, өмірде өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін ұстаздардың жөні де жолы да бөлек. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, ұстаз еңбегінің қыр мен сыры мол, қиында жауапты, шығармашылық еңбек екендігін баршамыз мойындаймыз. Педагогиканың негізін қалаушы Ушинский, егер мұғалім өз бойына іс пен шәкірттеріне деген сүйіспеншілікті біріктірген болса, ол кемел ұстаз. Мұғалімдік мамандық бұл адамтану, адамның күрделі және қызықты, шым-шытырғы мол рухани жан дүниесіне үңіле білу. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық өнер ол даналықты жүректен ұға білу болып табылады деп ұстаз бойындағы ерекше құндылықты айтқан екен. Мектеп педагогтері әрқашан талантты және дарынды балаларды анықтау, қолдау, тереңдетіп білім беру, сөйтіп олардың қабілеттерін өсіру жолында үзбей еңбектенуде. Оқушылардың ақыл-ой, парасат пен зердесін байыту үшін, шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін мектепте әртүрлі пәндер бойынша факультатив үйірме жұмыстары жыл бойына жолға қойылған. Жаһандану заманында өз тілін, салт-дәстүрін жоғалтып алмай, жаңа ғасыр бәсекесіне түсе алатын, өзгермелі өмірге икемді бала оқытып тәрбиелеу, жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі идеясы. Осындай ұстаным мен құндылықтарды бойына сіңірген ғылым мен ілімнің қыр-сырын меңгерген шәкірттердің жетістіктері де айтарлықтай көп-ақ. Нөмірі 177 жалпы білім беретін мектеп оқушылары халықаралық, республикалық, қалалық түрлі байқауларға қатысып жоғарғы нәтижеге жетуде. Сондай-ақ жоғары оқу орындары ұйымдастырған Абай сыйы, Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық университеті мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ұйымдастырған халықаралық Әл-Фараби пәндік олимпиадаларының жүлделі 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі орындарының иегерлері оқу орындарының ішкі гранттарын жеңіп алды. Республикалық жалпы білім беретін пәндер олимпиадасынан Бөлеков Заңғар мен Әлімқызы Гүлдана, ал қалалық жалпы білім беретін пәндер олимпиадасынан 38 оқушы, республикалық жалпы білім беретін ғылыми жоба байқауынан Рысбек Назерке, Сейітхан Балаусалар жүлделі орындар иеленсе, дарын қалалық ғылыми жобалар жарыстары
жарыстарынан 21 оқушы, қалалық зерде балалардың зерттеу жұмыстары мен шығармашылық жобалар байқауынан 102 оқушы, республикалық зерде балалардың зерттеу жұмыстарынан 10 оқушы, республикалық эсселер байқауларынан 2 оқушы, қалалық эсселер байқауларынан 52 оқушы жүлделі орындарға ие болды. 22-ші республикалық абай оқулары байқауының қалалық кезеңінен оқушылар жеңімпаз атанды. Және президенттік олимпиадаға 11-ші сынып оқушысы Сейітхан Балауса қатысып жүлделі орынға ие болса, қалалық дарын ғылыми жоба байқауында Кенжебай Аяулым, Маратова Майра, Мұқатай Нұрдана жүлделі орынға ие болды. Ерекше білім көрсеткен оқушылар да елбасы медалімен марапатталды. 11-ші сынып оқушысы Марат қызы Аяжан тарих пәні бойынша қалалық жалпы пәндер олимпиадасының 3-ші орын иегері. Жасөспірімдерге арналған қалалық олимпиада бойынша 5-ші сынып оқушысы Құрақбай Даниял 3-ші орын иегері атанды. Зерде ғылыми жобасы бойынша республикалық кезеңіне қатысып белсенділік танытқан оқушылар: 7-ші сынып Жанахмет Бегімсұлу, Бірімтай Айханым. Дарын ғылыми жобасында республикалық кезеңде дипломмен марапатталған 10-ші сынып оқушысы Ержан Аяулым. Халықаралық және республикалық мұғалімдер арасында өткен Петстарт кенгуру олимпиадасына 55-тен аса, сонымен қоса оқушылар арасындағы ақбота, пони, кенгуру олимпиадаларына қатысып, 250-ден аса оқушы жүлделі орындарымен марапатталды. Оқу мен тәрбие егіз, оларды бір-бірінен бөліп қарауға болмайды. Ұлы данамыз Әл-Фараби адамға ең бірінші білім емес тәрбие берілуі керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп айтып көрсеткен. Осы бағытта атқарылып жатқан жұмыс қол жеткізген жетістіктер де мақтан етіп айтарлықтай. Мектебімізде тәрбие жұмысына көп көңіл бөлінеді. Көптеген үйірмелер, спорт секциялары жұмыс істейді. Спорт жарыстары бойынша қала бойынша 100-ден аса оқушы, республика бойынша 10 оқушы, халықаралық жарыстардан 11 оқушы жүлделі орындар алды. Музыкалық және би жарыстарынан қаладан 11, республикадан 7 оқушы өнерлерін көрсетіп жүлделі орындарға ие болып, және 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломдармен марапатталды. Осындай игі істерді жүйеге түсіру, бағдарлау, бағыттау, дағдыландыру, мектепті шәкірттер мен мұғалімдер үшін шуақты ордаға айналдыру, білікті басшы мен ұлағатты ұстаздарға тікелей байланысты.